Елім тобықты ақсақ, оның ішінде 90 үй дейді бізді. Санап үйден тараймыз. Енді әкелерімнің ішінде өте өнерге жақын адамдар болған. Әкемнің ағасы Кәбеш деген кісі атақты ұста болған кісі. Темірден түйін түйген кісі енді кісі. Оның үлкен аға әкей Жаппар деген кісі Ақтоғайда болды. Ағаш шеберісі және етікші болып қызмет атқарды, бірақ ағаш шебері болған. Ағаштан түйін түйген, соның бір өзі жасаған түймелі сандықша дейді. Жасаған екен, мен көре алмай кеттім. Ішіне заттар сап қойды екен, мысалы ақша, бірдеме балалар. Үйдегі балалар жаңағы түймелі дейді, сырғытады. Жаңағы панельдерді. Сөйтсе ғана өзінің ретін тапса ғана ашылады, қақпақ, айтпаса ашылмайды. Сондай бұрында жасаған екен, сондай шеберлер. Түймелі сандық деп аталады екен. Бетінде планкалар бар, соларды орындарын арбастаға біздеп қойады, ашылмайды. Жан-жағында тіреліп қалады. Ал өзі ғана біледі, бірінен кейін ретін қайтан алып, қайтан еткен кезде қақпақ ашылады сандықты. Оның сондай құпиялары болған екен. Түймелі сандық деп аталған екен. Енді сол кісілерден келген сияқты біздің тұқымымызда сондай өнерге жақын болған адамдар бәрі. Сол кісілерден дарыды деп ойлаймын. Жасынан сол өте құмар болатынмын да, әртүрлі жаңағы тастарды жинауға әртүрлі бір бейнесі бар. Содан кейін ағаштардан ою бастадым. Ағаштар әртүрлі заттар оятымын ағаштан. Біртіндеп сол суретке ауыстым. Салғанда көшіріп сала беретімін да суретшілердің суреттерін. Қызық көр, кітаптағы кейбір ұнаған суреттерді альбомым болатын, соған өзіме салып жүретім. Кейін біртіндеп мектепте жүргенде Қоңырат поселкесінде туып өстім ғой. Сурет сабағынан беретін мұғалім мені ертіп Дворецке, Корняков дейді, жаңағы Кеңестер сарайының сонда бір оқып тұрып келген жігіт екен. Жұмыстан кейін жаңағы үйірме ашқан екен. Изокружок дейді ғой, изобретелец, көркем өнер. Сонымен 4-ші класты бітіргенмін, 4-ші класста оқитынмын. Ондалығы ересек балалар істейді екен. Қатысқандар көп болған, бірден жаңағы олардың жұмыстарына ғана мен қойған затты көшіру әдістерін үйретеді ғой. Осының жасы жөнді орысша жөнді түсінбеймін. Жаңағы балалардан қарап қоямын да, сол балаларға ұқсап бастадым. Бірден алып кеттім да, рисунок, композиция деген сабақтарын. Содан қалды, содан бастап негізін үйренгеннен кейін, жаңағы жарықпен көлеңкенің бастап заттың объемын беру, қағазға орналастыру, компоновка дейді, өзінің ішкі сезім болу керек, сосын біртіндеп жаңағы жұмысқа қараған кезде, иллюстрацияға қараған кезде, оның негізін табуға тырысатынмын. Яғни біртіндеп суретке содан келуге себеп болды. Содан бастап тастаған емеспін. Содан армияға жаңа айттым ғой, мектеп бітіргеннен кейін бәріміз балалар жұмыс істейік, жұмыс істеп ақша табайық деп бәріміз Қоңырат рудныйға келген кезде жаңағы электровоз жүргізетін жүргізушінің көмекшілері, сондай жақсы орындардың бәрі балалар алып қойыпты да, мені контактный цех деген электр сымдарын жүргізетін цехқа жіберді. Онда үлкен кісілер істейді екен, пенсияға жетпей жүргендер, соған бір-екі жыл болмаса отработка жасау үшін, жаңағы толтыру үшін еңбек жылдарын. Олар ақылды таниды, неге оқуға бармайсың, балаларымыз өзің оқуға кетті, сен мұндай жұмысты әрқашанда көресің, оқымаған бізді істеп жүрміз деп үлкен кісілер ақылдарын айтты да. Амал жоқ. Сол кезде түсіндім де оқу керек, жұмыстың қандай ауыр екенін. Жаңағы 12 метр столбыларды көтеріп қойып карьердің ішінде. Солардың жаңағы таспен кірістайына дет орнатқан теміріне тас тасып тәуді. Кезде қазып мәткен орнату үшін. Үйге келген кезде тамақ ішіп отқан жерде ұйықтап қалады екен. Ауыр жұмыстан. Бір жылдан кейін армияға қатарына кеттім. Армияға қатар жүрген кезде Венгрияда служит еттім. Қызметімді атқардым. Сол кезде Львовты бітіріп келген суретші жігіттер болды. Солар қайтып жүрген. Олар жаңағы неге
мереке сайын жаңағы әскери орныққан жерді безендіреді ғой. Сосын мен суретке бейін әртүрлі суреттер салып тастамайтынмын қарындашпен альбомымды. Блокнотымды саған салып жүретінмін ойыма көрінген заттарды бәрін. Сосын ол шақырып алды. Сен бейім екенсің, кел бізге сұрап аламыз, замполиттен көмекші керек бізге. Красканы тасуға, етуге деп. Сосын өздері бір түсіп бір шыққанға қиын ғой. Үлкен плакаттарды күлді жаңағы военный часть, военный бөлім, соғыс, жаңағы әскери бөлімнің барлық жеріне көркемдеу жұмыстарын жүргізді. Сонда біз біртіндеп олармен танысып жақсы жаңағы оформительский жұмыстармен айналысып кеттім сөйтіп. Жақсы сабақ берді олар маған осы уақытында. Оны армиядан келгеннен кейін оқуға түстіп, жаңағы училищеге түс оқу. Олардың жаңағы қандай дайындық керек екенін үйретті олар. Келсем Алматыда ерте өтіп кетеді екен. Июнь айында өтіп кетеді екен, август емес. Тағы да бір жыл бұрынғы контактный цехқа келіп, тағы бір жыл жұмыс істеуге тура келді. Содан келесі жылында барып оқуға түсіп кеттім Алматыға, суретшілер училищесіне. Оны үздік бітірдім. Үздік бітіргеннен кейін маған жоғарғы оқуға Москва, Ленинградта оқуға не берген нұсқа. Мен айттым, бірақ бара алмаймын деп. Өйткені артында 5 қарындасым отын, біреу оқып, мен әскерде жүргенде оқи алмай, енді қаражат жоқ, шеше жоқ, жаңғыз. Содан оқи алмай жұмысқа шығып кеткен екен. Қалғандар мен бітіріп келген жылы жаңағы енді оқып бітіре бастады мектепті. Оқымай сосын мен айттым, жоғарғы жаққа бара алмаймын деп, жаңағы неден бас тарттым жаңағы жібе берген направление ғой жаңағы. Содан осында Балқашқа келіп, осында жұмысқа орналастым, осында бөлімшесі бар екен. Жаңағы жұмыс істеп жүріп жаңағы осында творчествомен айналысып кеттім. Шешені бітіріп келдім. Сосын Балқашқа нұсқау алдым. Әйтсе жібереді ғой, маған өзі еркіме жіберді. Соны осында келіп орналастым. Енді бірақ жаңағы балалардың айтқаны бар, жаңағы қолөнерге өте жақын болды деп айттым, ағаштандық тастамайтынмын. Ояқты да ойып жүретінмін. Біртіндеп Қарағанды суретшілер училищесіне барғанда, жаңағы несіне өзіміздің Қарағанды облыс бойынша суретшілер одағына мүшелерінде қазақ жігіттер көп екен. Солармен танысып, Мұрат Қалқабаев деген қолөнермен шұғылданды. Гобелен тоқиды, сол әсер етті. Оқып жүрген кезде кейіннен келді, мұғалім болып. Тұрар деген мұғалім. Соның шебер қаласында болып, Гобеленнің не екенін содан көргем. Сөйтсем Мұрат Львовты бітіріп келген екен. Жаңағы көркем сурет қолөнермен. Одан бірден жаңағы шеберханасында болып, есім көрдім де алғашқы. Енді сабақтарын қалай енді. Станогын көріп, өзімше станок жасадым да, бастап кеттім жұмысты. Ақылдасып отыратым, хабарласып телефон арқылы, біртіндеп сол жаңағы алғашқы жұмысым жаңағы Қоңырат туралы ән деген болды. Өзін жаңағы жұмыс істеп жүрген кезде жаңағы үлкен адамдардың армандары, балалар туралы, болашағы туралы нелері, Қоңыраттағы жаңағы бір қайнап жатқан еңбек қой. Ол күні-түні тоқтамайды, мысықты зертіп жатыр. Сонда жай қарап жүріп мүскілдердің арман тілектері жаңағы балаларының жаңағы оқып бітіріп жоғалып, осы жерде бастық болып кетсе екен деп тілейді да жаңағы. Сол ең бір еңбегім соларға арнадым да, сол жаңағы өзіммен қатар жүрген үлкен кісілердің арман тілектері. Кейіннен Совет үкіметі құлағаннан кейін тоқтады ғой барлық еңбек жұмыс істеп жатқан елдер. Кейіннен барсам жаңағы Алматыдан кісілер келген, соларға көрсетейін деп барсам, түк жоқ. Кәлерде жаңағы тоқтаған, күллі рельстер жоқ, алып кеткен, сымдарына дейін жинап алып кеткен, тек қана жұмыс істеген шұңқыр ғана қалған. Қатты әсер етті де оған тарихы жаңағы. Содан жаңағы Қоңырат туралы тақырыпқа екінші рет келіп отқаным сол себеп жаңағы.
совет тұр, бірақ енді жаңағы өзімен қызмет істеген үлкен кісілердің арман тілектері, балалар туралы болашаққа тұрған арманы бәрібір өлмейтінін білемін де, олар енді үміттеніп кетті ғой, ертең жалғасады деп. Сол Қоңырат туралы ән деген ішкі жан дүниесінің әні ғой, жаңағы қайттан келген себебім сол кісілерге арнап жатырмын да, өзімен қызмет істеген үлкен кісілердің арман тілектері орындалса екен деген. Бір аз-ақ істедім ғой, жаңағы бір жылда көбінесе үнемі істеген адамдар пенсия шыққаннан кейін 2-3 жылдан кейін қайтыс болып жатады. Бірақ оны ашық айтпайды ғой. Жаңағы таңертең кешке дейін жол бойында істейтін адамдар бар. Таңертең кетеді, кеш жақын бірақ қайта алып кетеді оларды. Жаңағы ненің ішінде жүреді жаңағы. Жол бойында істеген адамдар көп өмір сүрмеді ғой деймін. Солар айтып отырады, пенсияға шыққаннан кейін 3-4 жыл өмір сүрді, 5 жыл өмір сүрді деп. Өйткені жаңағы оның әсері үлкен қалың, ашық айтпайды, бірақ оны ешкім істемей қойды ашық айтса. Бір үлкен болды деп ойлаймын өзім. Сол кісілердің тағдырына қарап. Сол себепті сол Қоңырат туралы тақырыбы солардың арман тілектерін бір жеткізіп кетсем деген ойда. Енді мына жерде қарасаңыз, жаңа ескі ойда Қайла ұстап тұрған жас жігіт келген. Төменгі жағын қарасаңыз, неге тұр? Бәйшешек. Көктемде ашылады ғой. Соның табырында қана Қайла шабайын деп отыр ғой. Яғни ол бәйшешекті былай қарасақ, болашақ сияқты. Келеді ұрпақ. Соның жаңағы экологиялық қандай қауіп барын соны көрсетіп тұрмын да. Ең ауыр жұмыстарды қазақтар істеді. Өйткені ешқандай білімі жоқ, не жоқ, тек қана жаңағы әдейі көрсетіп отырғаным сол. Ең ауыр жұмыстер. Ол тек қана ауыл жерден келгендер сол қолына Қайла беріп, күрек беріп, жаңағы жол бойына жаңағындай мәткелер орнатуға электр сымдарын жүргізген соң ауыр жұмыстардың бәрі солар жасады. Ал оқып, училище бітірген орыс жас жігіттер жаңағы тепловозда, машинистен электровозда, экскаваторда, соларда істеді. Оған білім керек. Оның көмекшілері қазақ жігіттер жаңағы олардың кабельдерін тасып жүретін, жаңағы көмекші болып, жаңағы машинистке қызмет жасасар қазақ жігіттер. Сондықтан ең басы көрсеткенім сол көрінген әдеті жаңағы бұрыннан келе жатқан ол жаңағы біздің қазақ халқына жаңағыда тек қана ауыр жұмыстарды беріп қойғандары. Әлі де сол ойда деп ойлаймын да, әлі біз басын көтеріп кеткен жоқ қой деп ойлаймын. Қайталып келген, өйткені алғашқы жұмысымды жөнді аша алмадым мен. Онда түкті болып тоқыдым да, сонымдағы бояулар арқылы жаңағы ішкі жан дүниесін қарама қайшылық сәттерді түкті дәбеленді беруге қиын екен. Берілмей жұмсақ болып кетеді. Сейіліп кетеді бәрі. Бұл жерде нақты бір жерге нүкте қойып, удар беруге болады. Жерге жинақтауға болады адамның назарын. Тықыр дейді ғой дәбелен. Әдісі маған шын көмектесіп отырды. Бар ойымды жеткізуге, бұны жеткізе алмаған ойымды қайлап келген себебім сол. Бірінші жеткізе алмадым біріншіден. Жеңіл болды ойы. Қазір оны күрделендіріп, қазіргі заманмен де байланыстырып отырмын, қазірде кетіп қалған ештеңеміз жоқ алға. Білдіңіз бе? Енді ол ойымда жүрген бұрыннан келе жатқан шешіп кетсем деген жұмысым ғой бұл. Ойымда оны кішкене қазір жеткізіп жатырмын деп ойлаймын. Одан кейін бірақ күнделікті өтіп жатқан өмірде біз таңның атып күн батқанына қуанамыз. Бір күн өтті ғой деп деді. Бұрынғы уақытта үлкен кісілер өте ренжиді екен. Бір күн өтті-ау. Бүгін не бітірдің деп уайымдап сол жанындай. Өйткені уақыттың өзінің адамға өлшеп бергенін жасынан үйренген ғой ол кісілер бейімделген. Біздер уақыт өткен сайын қуанамыз. Ақшалатын уақыт жақындап қалды. Демалысқа отпускаға шығамын деген бір алдамшы оймен уақыттың енді қайтып келмейтінін. Сондықтан алғашқы ойымда сол уақыт туралы ағаштың ойлаған нем бар. Ағаштан. Абайдың сөзі бар ғой. Сағатың тықылдағы емес ермек,
тықылдап уақыт өтпек ол білдірмек. Бір секунд бір адамның өміріне ұқсас өтті өлді, өмір жоқ, қайтып келмек деп. Сондықтан қалатынмын, Абайдың өзі адамның барлық өмірін бір секундқа сыйдырғанда, яғни тез өтетінін білдіріп отыр ғой деп. Яғни оның балалық шағы, жастық шағы, кәрілігін бір-ақ секундқа қалай сыйғызып жіберген деп. Сол себепті ол жұмыстар жасағанда адамдар уақытқа баға берсе деп ойлаймын деп. Ойланса екен деп. Күнің екі реттен қайтып келмейтіндей. Бір күн кетті, ол қайтып келмейді. Сол себепті оны жақсы өткізуге тырысу керек деп ойлаймын. Еңбекпен өзіңе байланысты ойыңды жеткізу, қойған арманың болса соны орындау, ең басты мақсат деп алға қойсаң, оған жеткенде адам өзін бақытты сезінеді. Ал ойында жүрген ісін нақты істеп, ойындағыдай істесе, одан артық бақытты адам жоқ. Көбінесе маған қызықтырған қазақта ою өрнек деп аталады. Ою деген белгілі. Бір заңдылыққа, симметрияға байланысты, өсімдік несіне қарай, табиғаттан алынған өте нақтылы бір неге бағынады, заңдылыққа. Ал өрнек деген ою емес, өрнек. Ол өрнектеліпті дейді. Ол еркін сызылады. Соның ішінде бітпес деген өрнек бар. Ол басталады да, ол тоқтамайды. Жаңағы кеңістікте толық өрнектеп біткенше, сосын бітпей қалады. Сол себепті бітпес. Яғни қазақтар айтқан, осы шаңырақта жаңағындай көп болсын. Өмірінің қиыншылықтары несі бар, ағымы. Бітпей қалсын. Ары қарай жалғастырады. Сонда әр шаңырақтағы келген адам өз өрнегін сап кетеді екен өмірде. Бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан да мен ойдың ішінде өрнекті алдым да, бітпес деген. Соған қарай мен компания құра бастадым да, бітпес. Мысалы, толғау деп аталады. Толғау. Адам жан дүниесін толған күйлер, күй ғой оның бізде ең бастысы. Толғаныстан шыққан. Яғни басталады да міне. Міне, домбыраға кеп шешуін табады да, бітпей қалады бірақ. Әлі жалғасы бар бір. Яғни келген адам өз өрнегін сап кетеді, бір-біріне ұқсамайды. Сіз де өз өрнегін саласыз бірде. Ешкімге ұқсамайды. Сондықтан осы өрнектің мағынасы маған қатты ұнады да. Мына жерде міне осы жұмыстарыңыз. Міне, қорқыт. Қорқыт туралы қатты толғандырады да мені. Қайда барсам қорқыттың көреді мен айтып, әңгімеде айтып отыратын. Жаңағы түсінде түс көреді ол бір күні. Ұйықтаған кезде қайтадан оянбайсың, өмірмен қоштасасың дегендей аян беріледі. Сосын ол үйде отырып ұйықтамайтын қандай әдіс табады, соны қобыз ойлап табады. Сосын түнде отырып тартады екен ұйықтамау үшін. Бірақ енді ауылда елдер ұйықтап жатыр, ыңғайсыз ғой бір тартып отырған. Жүріп кетеді. Соны келе жатқанда бір ауылға жақындаған кезде ауылдың адамдар қабір қазып жатыр деді. Сосын жақындап сәлем беріп, ауылда біреу қайтыс болған ба деп сұраса, біз қорқытқа дайындай жатырмыз деп айтады екен. Сосын ол ауылға тоқтамай кетіп қалып, келесі ауылға бара жатса, тағы да қабір қазып жатқан кісілер бар екен. Ауылда біреу қайтыс болып қалса, жоқ, біз қорқытқа дайындап жатырмыз деп. Содан қайда барсаң, қорқыттың көрі деген мақал қалған екен. Сондықтан далада түнейді екен да. Ал түнемеу үшін жаңа қобыз ойлап тапқан тартып отырады. Сол бір күні сол қоржыннан тамақ аламын деп еткенде, қара құрт па, жылан ба шағып өлген екен. Бірақ ажалдан ешкім қашып құтылмаған. Қорқыттың өзі қашып құтылмаған деген аңыз содан қалған. Сол қатты етті да, содан бітпес өрнегі. Яғни сол жерден басталады аяғы жағынан. Қобыздың ішіне кеп бітпей қалады. Кішкентай балалы екен, өндіріске қарай жетіп қалайық деп күздігіне шыққан ғой жолда. Осын күйеуі әлсіреген. Осын жүрмей сосын айтады, басымыз жас қой, баланы жейік. Екеуміз аман қаламыз, тағы да бала болады ғой десе,
әйелі ертең деп өзі алысқа барып отырады екен ұйықтағанда. Сөйтсе күйеуі әйел ұйықтағанда еңбектеп бала келгенше оянып кетеді екен бірден. Сосын аман алып қалған ертең деп сөйтіп Балқашқа жеткен екен. Көрдіңіз бе? Сөйтіп Балқашқа жақындағанда бір мал қарап жүрген бір аттылы кісі кеп, бұларға жанындағы сусыннан сусын беріп, атқа екеуі мінгесіп, өзі жаяу жетектеп қалаға алып келген екен. Сөйтіп аманған екен. Бала уже азамат болып еткен кезде кейін өзі естігенде күледі жаңа бала. Сонда әкесі жаңағындай шешесі аман алып қойған екен баланы. Сондай жағдай бар, тағдыр өткен адам. Қандай ауыр жағдай, күлетін жағдай емес. Сондайға жеткізген. Сонда күйеуіне алдайтын көреді, ертең береді, ертең жейсің, бүрсіген жейсің. Өндірістер ашыла бастады ол кезде Қазақстанда. Бірақ оған қазақтар ұмтылған жоқ өндіріске жұмыс істеуге. Өйткені өзінің шаруашылықтары бар, малы бар, оның жаңағы дайындығы бар, күздігі бар, қыстық несі бар, дайындығы бар. Мал төлдеп, базарға кеп, бұлғып, өзіне қажетті заттарын алып кетеді. Сондықтан әдейі жасалынған іс деп шара деп ойлаймын мен. Өндіріске қазақтарды ауылдың маңы, қала өндірістің маңында қазақтарды тарту үшін малдарын тартып алса көреміз бармағанын депті ғой. Сол кездегі басшылар орыстың. Сол кезде нағыз күзде мал соятын, күздігін малды соятын кезде жеткізбей, сол күздігіне кеп малды жинап алған екен. Сонда айтып отыр, оны түк қалдырмай алып кетті дейді. Сондықтан адамдар жаңағы 2-3 күннен кейін адамдар құрт, май, анау жейді таусылып қайтыс бола бастады дейді адамдар. Сондықтан одан кейін аштықтан құтқару отрядтар құрылып, ауылдарды аралап, шеше айтады келіп, көл жағасына аралып жетіңдер, сол жерге балықшылар балық аулап, әр жерге тастап кетіп отырады. Көлдің жағалап жүрсеңдер тірі қаласыңдар деп. Сонда жүруге тек қана әйел адамдар ғана жарапты, ер адамдар жарамай қапты. Сосын қаптарын арқалап кеткен ғой, сөйтсе әрқайсысы 2 қаптан алған екен. Сонан шеше айтады, әке Жүніс деген кісі аңшы болған кісі екен. Далаға дәретке болған шидің арасына тұзақ құрып қойды екен, қылдан. Бір қоянның көжегі түсіп қапты біреуіне. Соны алып кеп, 2 балаға сойып, шикідей бөліп беріп отырады екен күнде, сорып жатыңдар деп. Өзі жемеген екен жаңағыны. Содан ақыры кішкентай бөлшегін бөліп, айтып дейін сен өліп қосам, сені жеп қояды екеуіңді. Сен қазір олардың келетін уақыты болды, жолға шығып салып жіберген ғой жүгіріп. Сөйтіп ана кісілердің кешіккен сол әрқайсысы 2 қаптан алған, бір қапта екеуін қатар көтеруге әлдері келмейді. Біреуін апарып тастайды, одан кейін екіншісіне келіп, екіншісін ары қарай апарады. Сөйтіп тасымалдап келе жатқан екен. Сөйтіп аман қалған екен. Сөйтіп соны жылап отырып еске алатын. Келсе әкесі қайтыс болған екен. Жүніс деген кісі. Содан сол шеше қайтыс болғанда өзінің маған дайындап иіріп отыратын жіпті. Тек қана айтатын. Жіпті қазақ ырымы бар екен, иірілген жіпті иірген адамның жамбасына батады, тарқатып тастады деп. Осы мен түнде осы жерде отырдым да, шеберханамнан жіпті әкеп тарқатып ем, бір қағаз қапы болды. Сосын ойлап жүрдім, тек қана өзіне ғана арнаймын осы жіпті деп. Сөйтіп, жаңа 32-ші тақырып өзің айтқан әңгімесі есіме түсіп, сол кісіге арнаған. Жаңағы жіптің бәрін нобайын жасап ескіз ғой енді. Сосын жаңағы әрқасын ол кезде өзім бояйтын жіптерді. Сол бойынша, ескіз бойынша бояп, тоқып шықтым, шешеге арнадым ол тақырыпты. Бірақ күлді жібе соғым кетті. Іштеңе қалған жоқ. Ең қалған жіптердің шеттерін бекітуге арнадым. Бірақ енді ол 32 тек қана бір шешейдің басында болған емес, бұл күлдік Қазақстанда болған бір халықтық қасірет. Ұмытуға болмайды оны. Ол өз ізін тастап кетті, тұқым олатындай қылып. Қанша асылдар кетіп қалды. Қандай болашақ біздің
азаматтар жоқ болды. Бұл кішкентай нәресте кезінде кетті. Ол тарихта ол ешқашан да ұмытылмайтын деп ойлаймыз. Аударыспақ деп аталады. Біз енді 15 республиканың ішінде бұрынғы Союздың ең артынан алғанбыз. Тәуелсіздігімізді ең артынан жарияладық. Сондықтан мен сол бір сәтті белгілеп аударыспақтығын көрсеңіз, әлі алған жоқпыз да, жағалас ұстасып келе жатырмыз да, жармасып, айлығымыз келмейді бір жағынан. Бірақ тәуелсіздігімізді алдық, аударыспақ заман болды. Сондықтан біздің ең артынан алғанымызды осы арқылы бергім келді да, тәуелсіздікті өзіміз басқа елдерге қарағанда созғанымызды, бірден қолымызға алмағанымызды, басқалар жариялап жатқан кезде біз өзіміздің үндемей қалғанымыз маған қатты әсер етті да, сол аударыспақ заман кезде біздің әлі ұстасып, сосын жармасып бәрібір алдық, бірақ сол бір кезең қатты әсер етті маған. Сондықтан аударыспақ деген қазақтың ұлттық ойыны әзіл ретінде келтіріп, соған жасаған болатынмын. Аударыспақ болып қалды сол. Амал жоқ алдық дегенде келдірдік. Өйткені талпынған жоқпыз біз өйткені. Бүйтіп айтпаса, құлатып ат үстінен жылы болар ек. Қызылды, мысалы солай ғой. Біз өкімет басшыларын да айтып отырмын, жариялағандарын. Өзіміздің тәуелсіздігімізді ең артынан жариялаған, бірден ұмытылмай. Сол маған қатты әсер етті да. Әлбетте ұстасып келеді қанымыз. Нағыз шешімге келмей, бірден басқа елдер жазып жатқанда бірден соларға алғашқылардың бір болып неге болмадық деген ой туды да. Бәріміздің қазақ баласының тарихында, қазақтың тарихында мынау Жаңаөзен оқиғасы ешқашан да ұмытылмайды. Өз жерінде, өз байлығының үстінде отырып, сондай өзінің талаптарын қойған азаматтарға олардың тілектерін қабыл етпей болған сол мереке күні екен, басшылардың өзінің қалдықтарын лақтырып, олармен сондай масқаралаған халық көтеріліп кетті оларда. Өйткені ол бейбіт түрден басталған шеру еді олардың. Өз талаптарын қойып, осындай байлықта отырып, ертең бала-шағалары бар, семьялары бар. Оларды болашағын ойлаған азаматтар өздеріне еңбекақыны талап етті, дұрыстап талабын. Орынды да оларды. Сондықтан оларға жаңағындай қайғылы аяқталғаны қатты әсер етті де маған. Халықтары уайымдады, жандарына батты. Өйткені оны суретші ретінде бейнелеп, өз ойымды жеткізу маған өзіме сол борыш деп санадым да. Бітпес деген өрнек айтқан соны алып, үш ақ түсті алдым. Ақ, ақиқат, қара, қайғы, сыр, үміт деген. Сол үш түсті алып, біріншісі ашу, ыза деп аталады. Ашынды ғой халық, ашынып. Екіншісі ойға шуымы, арты өкініш деп аталады. Өкінішке әлі күнге шешілген жоқ. Сондықтан қанша жастардың өмірі қиылды, қаншасы түрмеге неге қамауға алынды. Олардың ешқандай жазығы жоқ. Өзіне тиісті жалақысын алуды, өзінің жанұясын асыраудың басты, өзінің талабының басты дұрыс екенін сезді олар. Қайтқан жоқ бетінен. Сол себепті оны сөйлетінде қалдырмай басылғанмен әр қазақтың жүрегінде қалды қайғы. Сондықтан үш түсті алдым. Қара, сұр, ақ, ақиқат артында жеңетін дегендей. Бірақ әлі күнге шешілмей келе жатыр ол жағдай. Бәрі үстінде. Сол себепті осы үш жұмыс триптих дейді, қалды. Өзіме міндетін деп санадым да. Өз творчествомда бір орны болу керек деп. Өнер жолында таңдап алған жолым тоқыма өнері. Өйткені кішкентайымнан көзім қанық. Өйткені
анамның шешесі өрмекте оқып отыратын, өрмек. Оның қазықтан қазыққа жіпті орап, одан кейін өзінің басына көлеңке тігіп алып, ыстыққа дейін жұмыс бітіргенше далада отырып тоқитын, алаша тоқитын. Содан қалған әдет пе, әлде соны көріп өскендік ме, маған осы тоқыма өнері өте қызықтырады да, тартады өзіне. Сондықтан өзі гобелен тоқу өнерін таңдап алдым, өзім творчествоның негізіне, жұмыстарының орындау техникасын. Онда бұл тықыр түрі, оның бірнеше түрі бар өзінің гобеленің. Осы тықыр түрі өзінің бұрыннан келе жатқан ежелгі техникасы. Арқауы дейді, ерсіз дейді, арқауы дейді, барлығы жіп көтеріп тұр. Оралады да станокқа, тік станок, станоктың үш түрі болады. Тік, көлбеу, горизонталь. Горизонталь оған орын керек өзінің. Онда қол талмайды, ол еркін жұмыс істейді. Көлбеу болған, бір орыннан бір орынға ауыстырып отыруға ыңғайлы. Өйткені кедергі жасамайды. Кедергі жасап басқа жерге қояды да. Ама нақты тұрақты тік станок. Бұны қозғалтпайсың, бір орнатқаннан кейін. Одан кейін тік станокта жаңағы жіп керіледі, арқауы деп атады. Өйткені арқауы бәрін арқалап тұр да, көтеріп тұр. Кейде желісі деп атайды, кейбір жерлерде. Одан кейін тартылғаннан кейін сыналар арқылы жіп арқау керіледі. Керілгеннен кейін артында тұрған, жасалынған, дайындалған картоны негізі гобеленнің. Соған қарап отырып, ескеш новая дейді қазақта кейде. Түсіне қарап отырып, жіпті алып, тоқи бастайсың. Оны жіпті бір-біріне қарама-қарсы алынады. Немесе бір-бірінен кезектес артынан еріп отырып тұр. Бірінші әдістері бар. Егер жаңағы бір жерде өрнекті шығару үшін керек болса, ол қарама-қарсы бір-біріне қабады. Сондықтан жаңағы линия сызық шығады да. Ал кей жерде толтыру керек болса, оны бірінен кейін бірін еріп, сол жерде тік көтеріп тастауға болады. Сондықтан бұл жерде біз ортаны толтыру үшін жаңағы қарама-қарсы алып отырамыз. Өйткені жаңағы мына жақта сызықты ию үшін мына жақтан жоғарыдан оған мүмкіндік береміз иілуге. Оған алғашқы мына жақта көбірек тоқысақ, мына жіпке оны иіп көтеру жеңіл болады. Тік тоққаннан көрі. Сол себепті біз мына жағын жоғарылатып, әдеде алынған жіптер, мысалы 5 жіп, 4 жіппен тоқылады, 6 жіппен тоқылып отырған жерде. Жіптердің несіне қарай, жаңағы картонға қарап отырып, оны ауыстырып отырасың орындарын. Мысалы, мынаны жоғалтып жіберуге болады, бір жерде оны шығаруға болады. Сондықтан бір-біріне ілініп болады. Ілініп атқан әдісі, яғни мына түс кейін қарай қайту үшін, оны біз алдынан алып, кейін қарай қайтарамыз оны. Оны береміз де, сары жіпті қазір керек кезде, оны біз үстіне шығарамыз. Аламыздан жаңағы сары тартып, үстіне шығардық. Яғни ол нәтижеде керек. Осылай тоқыла береді жұмыс. Мына жерде біз 5 жіпті мен 2-ге бөліп жібердім жаңа, мына жерді көтеру үшін. Қазір ол қайттан бірікті. Қайттан ол жаңағы, өйткені мықты болу үшін, алдады да мына жерде. Алға кеткен жоқ, өйткені біз мына жаққа әлі келмейміз. Өйткені бізге мына жағын көп көтеруіміз керек. Ол қарама-қарсы шықты. Сөйтіп, мына жерде біз көтеріп аламыз. Кейін жаппай бәрін бір-біріне байланыстырған кезде, мына жіп еріксіз мына жаққа қарай сырғып отырады. Еріксіз өзінен тік тоқылмайды. Ал жіптерді алып отырғаннан кейін міндетті түрде бір қатар өткізіп жіптері өткізіп, түстерін реттегеннен кейін, қай жерге жағы нығыздайып тарақ бар. Қат тұрғаны. Өйткені бір қалып тұрып отырмаса, кейін жаңағы өзгеріс, жаңағы нақты шықпайды бейнесі, жаңағы тоқып атқан. Яғни бар әлінше жіптен нығыздауға тырысасың. Бір қалып тұру керек. Бәр жерде бірдей нығыздалу үшін.